Төртінші тапсырма. Ақиқат пікірлерді оқы. А. Дауыл кенеттен соғатын күшті жел. Бұрқасын жел күшімен қарды ұйқыта соққан боран. Көшкін тік біткейлерден қардың жылжуы. Сел дегеніміз су, құм, тастан тұратын екпінді су тасқыны. Осы пікірлердің әрқайсысын екендігі жалған деген сөзбен аяқталатын басқа пікірмен алмастыр. Мысалы, дауылдың кенеттен соғатын күшті жел екендігі жалған. Бұл жалған пікір шықты. Яғни бұларды екендігі жалған деген сөзбен жалған пікірге айналдыруымыз керек. Бізде мысалы ол асы беріліп тұр, енді әсін істейік. Бұрқасын жел күшімен қарды ұйқыта соққан боран екендігі жалған. Бұл жалған пікір. Б-сы. Көшкін тік беткейлерден қардың жылжуы екендігі жалған. Сел су, құм, тастан тұратын екпінді су тасқыны екендігі жалған. Бізде жалған пікірлерге алмастыру үшін екендігі жалған деген сөзді қостық.